бауырдың майы басуы көбінесе дұрыс тамақ ішпеген, майлы тамақ көп жеген адамдарда кездеседі ғой. Бауырдың майлануы деген сөз Толық адамдарда май басу көбірек болады. Арық адамдар. Ал енді бауырдың майлануы деген не? Емдеу тәсілі көп. Ең бірінші кезекте айтарым, алкогольдік ішімдіктерді аз ішу керек, немесе ішпеуге тырысу керек. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің эфирде Батқан Сайфелұлы, медицина ғылымының докторы, елімізде медицинада біраз еңбегі сіңген, 40 жыл тәжірибесі бар Батқан Сайфелұлы. Енді жаңа бауырдың май басуы дедік қой, немесе жировой гепатоз дейді. Сол жайлы талқылап өтсек, осы бауырдың май басуы көбінесе дұрыс тамақ ішпеген, майлы тамақ көп жеген адамдарда кездеседі ғой. Бұлай деп, оны толық олай деп айта алмаймыз. Бауырдың майлануы деген сөз, бұлай түсінейік. Бауырдың өзі жаңағы тағам арқылы жеген алиментарлы майлар дейік. Тағам арқылы түскен майлар веналар арқылы бауырға барады. Лимфа өзектер арқылы бауырға түседі. Бауырға барғаннан кейін ол жерде бауыр оны қайтадан өңдеп, дұрыстап, сосын организмнің ол жерде mesela өте тығызды липопротеин, төмен тығызды липопротеин, жоғары тығызды липопротеин дейміз ғой. Осыларды түзу арқылы жаңағы майларды бүкіл ішектік ткандерге экспорт жасайды. Яғни шығарып береді. Толық адамдарда май басу көбірек болады. Арық адамдар аз. Жоқ, енді мен айтып, өсіп шығарып беріп отырады. Енді сонымен бірге жаңағы HDL дейміз, жоғары тығызды липопротеин арқылы холестеринді қабылдап отырады. Немесе ашығу кезінде өте көп мөлшердегі май қышқылдарын қабылдап отырады. Сөйтіп, қысқасы бауырға майлар кіріп, майлар шығып, өсіп балансын ұстап тұрады. Ал енді бауырдың майлануы деген не? Оны біз былай түсінейік. Егер бауырға артық мөлшердегі майлар түссе, ол өзінің бауырдың майларды сыртқа шығарып қабілетінен асып кетсе, яғни өте төмен тығызды липопротеин, хиломеркрон, өте тығызды төмен тығызды липопротеин, төмен тығызды липопротеиндер түзу арқылы майларды сыртқа шығарады. Осы қабілетінен асып кетсе, енді қайтеді ол майлар? Ол амалдың жоғынан бауырдың өзінде жиналады ғой. Бауырдың өзінде жиналып, сол жерде ол бауыр клеткаларының майлануды келтіріп шығады. Сол жерде қалады. Бұл бір жақ. Демек, сырттан артық түскен. Бұл екі түрлі жағдайда бар. Біреуі алиментарлы, жаңа қалыпты тамақтан көп майды нәрсені жеп қойсаң, немесе ашығу кезінде өте көп мөлшердегі майлар былай қозғалысқа келіп, бауырға жиналса, ал бауыр оны өңдеп қайтадан шығарып беріп, үлгіре алмай қалған жағдайда бауырдың май басады. Сонымен бірге бауырдың қалыпты функциясына әсер ететін дәрі-дәрмектер, бауырдың залалсыздану функциясына әсер ететін дәрі-дәрмектер. Бұл жерден өте көп, мен бірден айтып отырмайын. Сонымен бірге біздің күнделікті өміріміздегі алкогольдік ішімдіктер. Міне осылар алкогольдік ішімдіктерді қаншалықты көп пайдалансаң, жаңағы бауырдың липопротеиндерді өндіріп шығару қабілеті төмендейді. Төмен дегеннен кейін бауырдан май шықпай қалады, майсыз жерге жиналады. Сонымен бірге алкогольдің өзі ең соңында ацетил кофермент А дейтін қосылысты келтіріп шығарып, ол баратта холестеринге де кетеді, ол май қышқылында түзуге кетеді. Қойш, барлығына энергияға да жұмсалады. Энергиядан артық болғанда холестерин немесе майлар болып қайтадан жиналады деген сөз. Осыған шалдыққан соң, бауыр май басқан соң, бұны енді қалай емдесе болады? Диетамен ба, дәрі-дәрмекпен ба? Бұның енді емдеу тәсілі көп. Бұндағы ең басты нәрсе біреуі кіретін артық жаңағы бауырды майлануды келтіріп шығаратын себептер тежеу керек. Ең бірінші кезекте айтарым, алкогольдік ішімдіктерді бауырдың май басқан адамдар аз ішу керек, немесе ішпеуге тырысу керек.
аз деген қаншалықты? Аз дегеніміз енді қазақ үшін қаншалықты нәрсенің аз екенін мен айта алмаймын. 100 грамм ба, 50 грамм ба, жоқ жарты құты ма, енді оны бір нәрсе деп қиын. Әр адамның жағдайына. Амал бар, былай қанның айланысын дұрыстап, көңіл күйді бір жақсы көңіл күйге келу үшін мен бір асып кетсе 100 грамм, 50 грамм жетеді деп ойлаймын. Одан артық алкоголь болса, ол жаңағындай бауырдағы майлардың тотығу процесін тежеп тастайды. Қарапайым сөзбен айтқанда сондықтан осындай алкогольдік ішімдіктерді артық пайдалануды тоқтату керек. Бұл бірінші шарт. Екіншісі, артық мысалы майлы тамақтарды қалыптан тыс артық пайдалануды тоқтату керек. Үшіншісі, артық өзінің организмнің қуаты көтере алатын деңгейден асып кеткен диетаны, яғни режимді, оны тоқтату керек. Сен артық тамақты жемей қойсаң, мен таңертең бір стакан суды ішемін деп, түсте бір витаминдерді жей салып, кеште тамақ жемей деп өстіп көрші. Организм ашығады ғой. Ашыққаннан кейін не істеу керек? Бірінші кезекте бауырдың құрамындағы, бауырда жиналып тұрған гликогенді ыдыратады. Бұны біз гликогенолиз процесс дейміз. Ол артық келсе 24 сағатқа ғана жетеді. Ал сен диета ұстап жүрген айлап қой енді. 24 сағаттан кейін ол бітеді. Одан кейін бұлшықеттердің құрамындағы гликогенді ыдырата бастайды. Ол бітеді. Ол біткеннен кейін не істеу керек? Іштегі майды тұрды. О іштегі организмдегі майларды әрекетке келтіріп, содан барып энергияны қамтамасыз етуге тырысады. Содан барып бауырға артық мөлшердегі май жиналады. Ашығудан да бауырдың майлануы келіп шығады. Ашығудан да гиперлипидемия келіп шығады. Сондықтан оның механизмін дұрыс түсіну керек. Мен бір қарапайым мысал айтайын. Африкада ашаршылыққа ұшыраған балалар не үшін чемен болып құрсағы үлкейіп кетеді? Іштерінде цирроз бар. Цирроз қайдан пайда болады? Сол жаңа май басқан. Шеткі ткандердегі бүкіл майлар аттан бауырға жиналады. Бауыр соны қайтадан бұны глюконеогенез процесс дейді. Майлардан глюкозаны жасап, организмді глюкозамен қамтамасыз етуге тырысады. Содан барып артық май бауырға жиналады, кейін ол шықпай қалады. Шығаруға қабілетсіз болып қалады. Қабілетсіз болған бауырға артық мөлшерге жиналады, одан ол бауыр циррозға айналады. Циррозға айналғаннан бауырдың қатайы беріштенуі дейміз ғой. Соған айналғаннан кейін ар жағында ол келетін веналар бірақ тосылады, соны веналардағы су сіңіп құрсақ қуысынан бостық жерге шығады. Содан барып шеннен ары қарай өледі. Сондықтан бауырды қорғау үшін бауырды майланатын жаңағындай процестердің белгілі деңгейде балансымен ұстап тұру, қалыпты тамақтану бауыр үшін өте маңызды нәрсе. Диетаның жолы осылай екен деп тамақ жемей қойсаң, ол сені гиперлипидемияға және бауырдың үзіліссіз жеңіл деңгейдегі майлануын келтіріп шығарады. Бұл өте зиян. Қалай тамақтану керек бұл кезде? Біз айтатын тамақтану деген нәрсені баланс дейміз. Тепе-теңдік сақталған тамақтану. Ол не деген сөз? Біреулер айтады, май жеуге болмайды. Біреулер айтады, анан жеу. Ол дұрыс емес. Майды жеу керек пе? Жеу керек. Етті жеу керек пе? Жеу керек. Көмірсуларды ше? Жеу керек. Бірақ осылардың барлығы баланссы болу керек. Белгілі деңгейден аспау керек. Сонымен бірге осы ішектің перисталтикасын, ішектегі микрофлоралардың қызметін дұрыстау үшін көкөністер керек пе? Әрине керек. Жеміс жидектер ше? Ол да керек. Осылардың барлығы қалыпты деңгейде тұтынып, қалыпты қимыл қозғалыспен организмге шығарып отырса, бауырда майлану деген болмайды. Майлану болған соң, сіз айтқандай тамақтанып, алкогольді бәрін қойған соң, бауырдың май басуы ақырындап кетеді. Ол тек қана мынандай шарт жағдайында. Бірінші қант диабеті жоқ адамдар, екінші денсаулығы жақсы, қимыл қозғалысы дұрыс. Осындай адамдарда басқалай ерекше бір организмнің метаболизміне, не басқалай қимыл қозғалысына әсер ететін ауыр деңгейдегі аурулар болмаған жағдайда, сен сөйтіп қалыпты балансы бар тамақ жеп, қалыпты қимыл қозғалыс жасасаң, бауырдың дәрі-дәрмексіз кетеді. Содан соң ағзамызда жалғыз ағза бауыр регенерация қабілетіне тән дейді. Өз-өзін қалпына келтіреді дейді. Сол қаншалықты рас? Ол қаншалықты рас болғанда организмде 3 түрлі жасушалар бар. Біреу мәңгі қайталанып, яғни пролиферация дейді. Ондай болмайтын ткандер. Мәселен, нерв
нервтің бір жерін кесіп тастасаң, ол жер берішке айланады да, ол жерден қайтып өсіп шықпайды, бітті ол. Ал екіншісі, жартылай шартты түрде пролиферация болатын тікендер. Ол бауыр. Бауырдың жартысын алып кесіп алып тастаса, мысалы белгілі бір авария болды, немесе бір төтенше бір жағдай болып, бауырың зақымдалды дейік. Жартысын кесіп тастамасаң болмай қалды. Жартысын кесіп тастаса, бауыр тұп-тура сол өзінің қалпына келіп қана тоқтап қалады. Шартты түрде келеді да тоқтайды. Міне бұл бауырға ғана тән нәрсе. Ал үшінші бір тікендер бар. 360 күн 24 сағат ол жаңаланып тұратын. Ол мысалы ас қорыту жүйесінің ауыздың кірерінен шығар тесікке дейінгі бүкіл ішкі эпителиялық клеткалар жаңаланып тұрады. Мысалы, егеуқұйрықтарға адамның мас болып ішетіндей деңгейдегі алкогольді аузынан құйсаң, қанша сағат деді, есімді ұмытып қалды. Пәленбай сағаттың ішінде қазақшылар айтқан асқазанның түгі түсіп қалады екен. 3-тен 1 түгі түсіп қалады екен. Сосын, енді оны қайтадан қалыпты тамаққа, қалыпты деңгейге қойсаң, адамның 1-2 күнде қалпына келетіндей уақыт кеткен кезде, жаңағы асқазанның түсіп қалған түгі қалпына келеді екен. Бұл неге? Бұл жаңаланып тұрады деген сөз. Сол сияқты тыныс алу жүйелерінің ішіндегі эпителиялық клеткалар, сонымен бірге зәр шығару жүйесіндегі эпителиялық клеткалар, олар үздіксіз жаңаланып тұрады. Бұл 24 сағат. Мысалы, аузыңды бір ауыз қуысыңда мысалы бір күйдіріп алсаң, немесе бір ойылып қалса, біраздан кейін қарасаң, 3-4 күн асып кетсе 3-4 күннің ішінде қалпына келіп кетеді. Міне бұл үздіксіз жаңаланып тұратын тікендерге жатады. Ал бауыр жаңағындай шартты жаңаланады. Сондай бір ерекше шұғыл жағдайда алып тастасаң қалпына келеді. Бұл бауырдың құдіреті.